Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Әр күндеріңіз сәттілік пен қуанышқа толы болсын. Бүгін сіздерге баялдыдан, яғни баклажаннан жүгері крахмалына аунатып қуырылып жасалынатын салатты жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, дәмі ерекше болып шығады. Ол үшін бізге бір дана баялдыны жақсылап жуып, тазалап, қабығын аршып аламыз. Баялдымызды тазартып алғаннан кейін үлкен тор көздерге, яғни кубиктарға турап аламыз. Үлкен тор көздерге турап болған соң жүгері крахмалына аунатамыз. Міндетті түрде баялдымыз жүгері крахмалына толық аунау керек. Жүгері крахмалымыз аздау болса, үстінен тағы да қосымша крахмалымызды қосып, аппақ етіп аунатып аламыз. Артық жүгері крахмалымызды илеуіштің көмегімен алып тастасаңыздар да болады, немесе мен секілді қолдың көмегімен осылай да алып тастап, қызып тұрған майда жақсылап қуырып аласыздар. Баялдыны қуырғанда мен пешімнің деңгейін ең жоғарғы деңгейге қойып, араластыра отырып қуырып аламыз. Сол кезде баялдым тез қызарып, хрустящий болып шығады. Достар, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписация батырмасын басып, және қоңырауша белгісін баса кетсеңіздер, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Егер де осы жасаған салатым сіздерге ұнаған болса, видеоның соңында поделиться батырмасында басып, достарыңызбен осы видеомен бөлісе кетіңіздер. Комментарий бөлімінде де өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз бен лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Енді салатымыздың тұздығына кірісейік. Ол үшін 2 дана сарымсағымызды сарымсақ езгіш құрылғыдан өткізіп аламыз. Оның үстіне sweet chili соусынан 2 ас қасық қосамыз. Оның үстіне устричный китайский соустан 3 ас қасық қосамыз, және зәйтүн майынан 1 ас қасық қосып, оның үстіне 3 шай қасық қантымызды қосып араластырамыз. Егер сіздерде үйде сұйық бал болатын болса, қанттың орнына сұйық балды да пайдалансаңыздар да болады. Тұздығымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін міндетті түрде тұздығымыз кем дегенде 10-15 минут тұруы керек. Сол кезде бұл тұздығымыз салатымызға ерекше дәм беретін болады. Енді дастарханымызға ұсынылатын тарелкамызға салат жапырағын қолдың көмегімен үлкен-үлкен етіп үзіп әдемілеп саласыздар. Одан кейін бөлек ыдысымызға жақсылап жуып кептірілген қызанағымызды үлкен тор көздерге, яғни кубиктарға турап аламыз. Бірнеше дана черри помидорын алып та қолдансаңыздар болады. Қызанағымыздың үстіне кинзамызды да майдалап турап қосамыз. Одан кейін қуырылған баялдымызды қосып, оның үстіне соусымызды, яғни тұздығымызды қосып араластырамыз. Заттарымызды толығымен жақсылап араластырып алғаннан кейін салат жапырағының үстіне осы салатымызды қоямыз. Ең үстіне рукколамен әсемдеп шығамыз. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай, әрі дәруменге өте бай салаттың бірі болып табылады. Егер де салатым ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басып, төменде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл салатымыздың тұздығын дастарханға ұсынар кезде ғана бірақ араластыру керек. Сол кезде баялдымыз езілмей, күтірлеп, әдемі болып шығады. Осымен біздің салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.